Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үйде ешқандай қиындықсыз бір жасағаннан шығатын өте жұқа дәмді сүт қосылған блинчиктердің жасалу жолын көрсететін боламын. Ешқандай уайымдамаңыз, барлығыңыздың қолыңыздан бір жасағаннан шығады. Мінекей қараңыздаршы, ешқандай жыртылмайды, өте жұқа, нәзік, дәмді болып шығады. Ендеше жасауға кірісейік. Керекті ингредиенттердің барлық мөлшері төменде көрсетілген. Ең алдымен таза табамызға 3 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан кейін 3 ас қасық шекерімізді саламыз. Егер де сіз тәттірек болғанын қаласаңыз, тағы да қосымша 1 ас қасық салуыңызға болады. Содан кейін шым-шым тұзымызды, 4-тен 1 шай қасық ас содамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін керекті мөлшердегі сүтімізді қосып, осылайша бірден қоса берсеңіздер болады. Араластырып жақсылап, содан кейін ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып саламыз. Ешқандай түйіршіктер қалмауы керек, біркелкі сұйық консистенция пайда болуы қажет бізде. Егер де ұныңыздың барлығын бірден салатын болсаңыз, дұрыс араласпай консистенциямыз түйіршікті болады, ал түйіршікті болса, білетіндеріңіздей блинчикті пісірген кезде көрініп тұратын болады, әдемі болмай шығады, яғни біркелкі болмай. Мінекей барлық ұнымды бірнеше бөлікке бөліп, жақсылап араластырып, біркелкі консистенцияны алдым. Содан кейін 3 ас қасық міндетті түрде сұйық май қосуды ұмытпаңыздар. Сол кезде табаңызға жабыспай жақсы пісетін болады. Мінекей консистенциямыз дайын болғаннан кейін қызып тұрған блинницамызға осылайша бір ожаудай құйып, барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығамыз, яғни айналдырып. Содан кейін 1 минутқа жетер-жетпес уақытта бір жақ беті қызарып пісетін болады, ақырын ғана екінші бетіне ауыстыратын боламыз. Қараңыздаршы, түсінің өзі өте жақсы болып шығып жатыр, барлығы біркелкі. Мінекей екінші беті де әдеміленіп пісті, содан кейін алатын боламын. Осылайша барлық консистенцияны пісіріп шығатын боламыз. Сол кезде бізде бір шама көп блины шығатын болады. Достар, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей достар, бар жоғы осылайша жұқа дәмді блинчиктарымыз дайын болды. Сізде жасап көріңіз, еш қорықпаңыз, көп адам қолымнан келмейді, дұрыс шықпайды деп айтып жатады. Осы консистенция, осы мөлшер бойынша жасасаңыз, сіздің де қолыңыздан келеді.